Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін тақырыбымыз 16-17 ғасырлардағы қазақтардың материалдық мәдениеті. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: неліктен киіз үй көшпелілердің материалдық мәдениетінің ең жоғарғы үлгісі болып саналады? Сабақтың мақсаты: қазақтардың қолданбалы өнердегі жетістіктері, киіз үй жабдықтары, қазақы ұлттық киім, ыдыс-аяқ жиһаздардың ерекшеліктерін білу. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? 16-17 ғасырлардағы қазақтардың рухани мәдениетінде көрініс тапқан халықтың өмірін білесіздер. Күй, аңыз, шежіре, эпостық жырлардың тарихи дереккөз ретінде маңызын білесіздер. Ең алдымен балалар біліміңіз сайтын пайдаланып, 16-17 ғасырлардағы қазақтардың материалдық мәдениетіне байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Мәдениеттің бір саласы материалдық мәдениет. Материалдық мәдениетке халықтың күнделікті тұрмыс қажеттілігін өтейтін, өмір сүруді қамтамасыз ететін бұйымдар мен оны өндіруге керекті құрал жабдықтар жатады. Соның бірі көшпелілердің материалдық мәдениетінің ең жоғарғы үлгісі киіз үй. Киіз үй көктем, жаз және күз мезгілдерінде қоныстан қонысқа көшіп жүру жағдайында қолайлы құрама үй. Оны көлеміне байланысты бірнеше бөліктерге бөледі. 8 және 12 қанатты үйлерде хан мен сұлтандар тұрады. 6 қанатты үйлерде ауқатты байлар, 4 қанатты қараша үйлерде қатардағы шаруалар тұрған. Ал кедейлер шанышпа уықтар мен шаңырақтан құрылған лашықтарда тұрған. Киіз үй шаңырақ, кереге, уық және сықырлауық есіктен тұрады. Шаңырақ киіз үйдің ең жоғарғы бөлігі. Оның пішіні күмбез тәріздес. Ол уықтардың ұштарын біріктіріп ұстап тұрады. Шаңырақ бірнеше бөліктерден тұрады: тоғын, күлдіреуіш, көз. Шаңырақ киіз үйдің аса қасиетті бөлшегі. Шаңырағың шайқалмасын, шаңырағың биік, кереген кең, босаған берік болсын деген жақсы тілектердің барлығы дәл осы киіз үйге байланысты айтылған. Кереге киіз үйдің қабырғаларын құрайды. Керегенің көктеліп біткен әр бөлігін қанат деп атайды. Керегенің бас санына қарай уық саны азайып немесе көбейіп отырады. Уық кереге басы мен шаңырақты ұстастыратын ағаш. Ол сәмбі талдан жасалады. Уықтың кереге басына байланатын жағы жалпақтау болады. Оны доғалай дейді. Имектеу болып келген тұсын уықтың иені деп атайды. Уықтың жоғары түзу жағын қары, шаңырақ көзіне сұғынатын 4 қырлы ұшын қаламы дейді. Уықтың кереге басына байланатын жағын тесіп бау өткізеді. Оны уықпау дейді. Киіз үйді тігу үшін ең алдымен ауыл азаматы сықырлауықты құрып ұстап тұрады. Одан соң оң босаға жақтан бастап кереге керіліп байланады. Кереге құрып болған соң бақан мен шаңырақты ортаға көтереді. Осы кезде қыз-келіншектер уық шаншып байлай бастайды. Уық шаншылып біткен соң керегенің іргесінен уықтың ортасына дейін киіз туырлық, одан кереге басынан шаңырақтың тоғанына дейін киіз үзік, шаңырақты бастыра түндік, сықырлауықты жауып киіз есік жабылады. Киіз үйдің сүйегін бір-бірімен ұластыру мақсатында бау құрылар қолданылады. Қазақтар киіз үйдің ішінде ерекше безендірген. Киіз үйден қазақ халқының аспан әлеміне, есептеу жүйесіне, экономикалық біліктілігі, мәдениет пен өнердегі талғамын көруге болады. Киіз үйі тек баспана ғана емес, ол сәулет, құрылыс, сурет, қолөнер сияқты бірнеше өнердің басын құрайтын таңғажайып туынды. Киіз үй ағаш, киіз, ши, ішінара күмістен құрастырылған әрі жылжымалы құрылыс түріне жатады. Ал мемлекетіміздің ел таңбасында шаңырақ ел таңбаның жүрегі. Шаңырақ өз нұсқасымен әлемнің тұтастығын бейнелейді. Шаңырақ мемлекеттің тірегі болып саналатын отбасының нышаны ретінде бейнеленген. Оқушылар, бейнематериалын жалғастырамыз. Материалдық мәдениетке байланысты. Қазақтың ұлттық киімінде этникалық, экономикалық және климаттық жағдайларына байланысты ежелгі дәстүрлер көрініс тапты. Ұлттық киім шұға, жүн, жібек матадан,
киіз бен теріден дайындалды. Қазақтарда құндыздың, қасқырдың, түлкінің және бұлғынның терілері қымбат бағаланды. Терілерден сәнді тондар тігілді. Бағалы аң терісінен тігілген тон ішік деп аталды. Көктем мен күзде көбінесе аң терісімен жектелген дөңгелек бөрік киді. Қыз бөрігі салпыншақ және үкі қауырсындармен безендірілді. Қысқы бас киім тымақ деп аталды. Әйел бас киімдерінің ішіндегі ең құндысы сәукеле болды. Сәбие дүниеге келісімен жас келіншек ақ матадан тігілген кимешек киді. Ер адамның етігі салтатпен жүруге қолайлы болу үшін қонышы тізеден жоғары, ыңғайлы етіліп тігілді. Әйел аяқ киімі әдемі ою өрнегімен ерекшеленді. Қазақ халқының ұлттық киімдері ерекше сәнді де сапалы болған. Ең әдемі киім өз ұлтыңның киімі деп тегін айтылмаса керек. Балалар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді тірек сөздер жазып аламыз. Жазыңыздар дәптерлеріңізге. Жүк аяқ, үстіне жүк жинап қоятын ағаштан жасалған жиһаз. Сандық, әртүрлі бұйымдарды салуға арналған ағаштан жасалған үй жиһазы. Күбі, қымыз, шұбат пісетін, май шайқатын ағаштан жасалған ыдыс. Тірек сөздерді жазып аяқтасақ, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма балалар, киіз үй бөліктерін табыңыздар. Міне бала, бізге киіз үйдің бөліктері берілген. Балалар, бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма, қазақтың ұлттық бас киімдерінің атауларын жазыңыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.